Негізі ОБТ-да жинаған балыңыз емес, таңдаған мамандығыңызбен сол мамандықты жақсы оқытатын университетті дұрыс таңдағаныңыз маңызды. Менің аты жөнім Алламжар Боранбайұлы, ЖО Скулда профориентологпын. Қазақ-түрік лицейінің түлегімін, Евразия ұлттық университетінде оқыдым. Білім саласына 12 жылдық тәжірибем бар. Достық мекемелерінде математика пәні мұғалімі, оқушы меңгеруші, директор қызметтерін атқардым. Осы 12 жылдық тәжірибемді оқушылардың дұрыс мамандық таңдауына және сол мамандықты жақсы оқытатын университетті таңдауына қолданамын. Жаңа оқу жылына жоспарымыз шетелге түскісі келетін оқушылар мен ОБТ-ға дайындалатын оқушыларды бөлек сыныптарда оқытамыз. Шетелге түскісі келетін оқушылар үшін SAT, IELTS-қа сапалы дайындық курстарымыз бар. Және бұл оқушыларға университетке құжат тапсырудың қыр-сырларын үйретіп, толыққанды көмек береміз. Осы оқу жылында 19 оқушымыз IELTS тапсырып, ең жоғары ұпайымыз 8-де 5 болды. ОБТ тапсыратын оқушыларымызды таңдау пәні бойынша сыныптарға бөлеміз. Сол таңдау пәні бойынша қандай мамандықтар бар екен, және сол мамандықтар қай университеттерде оқытатынын толыққанды мәлімет береміз. Осы жылғы ОБТ нәтижесіне келетін болсақ, 120 ұпайдан жоғары жинаған көп оқушыларымыз бар, және алғашқы байқау сынағында 30-40 ұпай жинаған оқушыларымыз 2-3 еселік прогрестер көрсетіп жатыр. Оқушыларымызға қосымша мотивация болсын деп университеттерге экскурсия жасаймыз. Тәжірибе алу үшін базаларға барамыз, кейбір маман иелерін мектебімізге шақырып семинар өткіземіз. ОБТ-ға дайындық процесінде оқушыларымыз 2 аптада бір байқау сынағын тапсырады. Байқау сынақ нәтижесін ата-аналарға кері байланыс беріп, толық анализ жасаймыз. Негізгі ОБТ-дағы оқушылардың нәтижесі бойынша 4 таңдау жасауға көмектесеміз. Келесі оқу жылына қабылдау ашық. Балаңыздың қалаған мамандығы мен университетіне түскенін қаласаңыз, біз сіздерді күтеміз.